Қазақстанның рухани өмірінде үлкен зор бір қуаныш. Абайдың қара сөздері ағылшынша ғақлия Words of Edification деп атадық. Бірінші рет қазақша, орысша, ағылшыншаға шығарып отырмыз. Біз осы 45 сөзін біздің ұлы данамыз, біздің ақынымызды тағы да қайтадан орысшаға аударып, содан кейін Лондон қаласында керемет аудармашы Саймон Гейгенге аударткызып, кітап қылып шығарып отырмыз. Сегодня в Центральной детско-юношеской библиотеке города Нур-Султан в преддверии празднования 30-летия независимости Республики Казахстан проходит уникальное событие, можно сказать, презентация книги Абая на 3 языках, на казахском, на русском, на английском языках. Это впервые переводится книга на английский язык, чтобы вся мировая общественность, все знали заслугу, роль великого Абая в духовном процветании нашего государства.